Сіздер көңіл аудармай қалған мына жақта бар Santa Fe машинасы бар. Каскеленбеген, замена болмаған, авария болмаған осындай машинаны сіздерге қанша болатын бағасын астына описанияға жазып қоямыз. Ал, осы керек па сіздерге? Мына жақтарда да шешілмеген, төмен жақтарда шешілмеген. Мінекей мына жақта жұмыс өте қызу жүріп жатыр. Кореяда көктем ерте басылып кеткен сияқты. Ауа өте жылу. Мына жаққа Африка амалы сияқты адамдар қайта-қайта заттарын салат, алады, жіберіп жатыр. Ал мінекей енді біз сіздер көңіл аудармай қалған мына жақта бар Santa Fe машинасы бар. Santa Fe машинасына бір обзор түсіріп жіберсем деймін өзім. Бүгін аукционға барып келдік. Алла қаласа Қазақстанға кеткенге дейін мына машинаны бір түсіріп кетейінші деген ой туындап жатыр. Мінекей және бізде жарнама. Осында Kia Capet немесе Hyundai Sonata машинасын алған кезде ішіне задний камера қойып бере аламыз. Және керемет дисплей. Яғни осында оригинал магнитофонды алып тастап, орнына керемет дисплей, клип, кино көретін монитор салып береміз. Бұл монитордың ішінде не бар? Кәдімгі планшет сияқты Android барлықтарында түсінікті. Мысалы, Wi-Fi қосылып тұр, Bluetooth және эквалайзер, заставка, настройка, қараңғылық азайтатын скриншот жасасаңыз да болады. Бұл жақта қалаған программаңызды орнатып, Google тіркеп қолдана бересіз. Сосын обычный бұяқта Google Chrome, сонымен де кино көрсеңіздер болады. Мінекей осындай оңыз босқан уақытта қарап отырасыздар. Жақсы емес па? Және задний камера. Мінекей барлық көрініп тұр, кәдімгідей. 2018 жыл Santa Fe, мынау енді кейінгі жақсы көзіп болмаса да, бірақ мынаның өзінің артықшылықтары бар. Ал видеоны аяғына дейін көріңіздер. Полный краска жасалынбаған, яғни Мистер Пактың видеосын көрген адам бар, көрмеген адам бар. Повторитель поворота, ключевой досы кнопкамен. Сосын мына жақта слепых зон. Мінекей. Ал енді біз бұның ішінде отырайық. Память сиденье бар. Машинаның іші сондай керемет. Память сиденье бар. Бірі және екеуі. Одан кейін кнопкалары қолдайтын, ажырататын, управлять ететін, есікті ашып жабатын. Боковойнен. Екі кілті бар. Кілттері кәдімгі ауыр екен. Мультируль. Бәрі жап-жаңа, жақсы. Мына жақта да Drive Mode. Енді оны от алдырып көрсетейік қазір сіздерге. Бензин айтпақшы. Соны ескере. Бұл айтпақшы машина бензин. Міне ашып қойдық. Мына жақта мынаны қосып қоямыз. Стит жылтатыны және мынау енді 4-вді болу керек. Соған байланысты. Екеу немесе 4 деген сияқты. Мынау Drive Mode режим. Эко, спорт. Спорт режим бар екен, базар жоқ, жақсы. Мынау енді как круз контроль сияқты бір режимге скорость қойып қояды да. Машинаны контроль брейк дейді. Контроль брейк. Жақсы керемет мониторы бар, диск салатыны бар. Яғни бұлар көбінесе DVD оқу керек. Енді о жағын көріп жатармыз. Жылытатыны, ысытатыны мінекей. Орындық жылытқышы 3 режим. Салқындатқышы 3 режим. Қолдайтыны парктроник. Мына жақтан қосып қойсаңыздар, кәдімгідей ыңғайландырып жасаған екен да, барлығы көрінбей тұратын жерде емес. Олар әдемі, тап-таза. Мына жаққа бір майда-шүйде заттарын сап қойсаңыздар, визитка дейді, басқа дейді.
Мысалы жолдан жолға кетіп бара жатқан кезде керек заттан сақ қойсыздар. Өте керемет. Бардачоктар. Енді әрбір кәрістер сіздерге машинасымен және осындай фирменный кітаптармен бірге сатады екен. Жақсы. Қоңыр түсті. Салон өте керемет. Бұл жақта мынау иіс бергіші яғни. Иісі қандай керемет. Кәдімгідей Санта-Фе ішіне осындай иістендіргіш сатын сап қойсаңыздар, яғни тозға тәрізді. Керемет машинаңызда иіс көріп тұрады. Бұны да ойластырып жасап қойған екен. Өте жақсы. Мына жақында зат салғышы, USB, AUX және мынау нелері. Керемет. 25.632 километр жүрген екен. Сосын қараңыздар, мына жақта мындай как спортивный ғой бұл. Сонда мына жақтан көбейтіп, мынаусын азайтып отырады. Өте жақсы, керемет. Адымы жоғарда очки салғышы. Багажда ашып қоятыны свет. Мына жақта ашқан кезде свет жанады. Жақсы. Арнайы видеорегистратор. Салоны керемет. Санта-Фе деген жазуы бар. Арт жағында несі бар екен, көрейік. Мәссаған. Шторкасы бар екен. Жақсы. Арттан күн түсіп ататын болса, енді Қазақстанда мынау тонировка деген нәрсе разрешение жасалмаған. Тонировка деген нәрсе қиын болуы мүмкін, сол себепті күннің сәулесіне сіздер арт жағына отырып қорған аласыздар. Орны жылытқышы. Керемет, арт жағы биік. Мінекей арт жағында орны жылытқышы екі режим. Және шторкасы. Қайтып қойысты. Өте керемет, жақсы. Зат салғышы. Мына жақта не ол? Жақсы. Қоңыр, тап-таза. Еш жері бір жақалап, бір сылып тұрған жоқ. Енді мына жақта бір стакан салғыш жоқ, мүмкін. Бар екен. Стакан салғышы жақсы екен. Кәдімгідей майдан жем болып тұр. Жақсы, аяғым бәрі тиіп отыр. Аның өзі қараңыздар. Адамның ойына сәйкес жылжытып, бай қойып қойсаңыз болады. Немесе көтеріп қойсаңыз болады. 4 вода. Объем 2 бензин. Әнекей, өзі асып жатыр. Арт жағында енді міне неқа арнайы прикуритель. Механамда зат үліп қоятын бар екен, ол бірақ енді қазір бұяқта жоқ. Ал енді артында не бар екен көрейік. Яғни балын үрлейтін тағы да майда түзет заттары бар. Одан кейін мына жақта машинаңыздың сыртын осында арнайы керемет корейский затпен тазалап жүрсеңіз болады. Бұл енді Қытайдың заты, бірақ Кореяға арналып істелген зат екен. Қытайский деп шошымаңыздар. Арт жағынан үлкен екен. Анамнан майда шүйде заттарыңыздар тік қойсаңыздар болады. Зато мынандай солик. Сосын Қазақстанда мынау көшпелі қазақпыз ғой. Ары-бері көшуіміз мүмкін, ары-бері жүруіміз мүмкін. Бұған да жағдай жасап қойған Санта-Фенің машинасы. Ал, осы керек па сіздерге? Қараңыздар. Ал керек болса, кәдімгідей, мысалы, 2 метрге дейін арты кең болыр екен.
осына пультпен де немесе осына кнопкамен де жалғаса аласыздар. Мінекей Титанкасы родной 235, 55 және R19 дейді. Өте керемет. Корейский машина болғаннан кейін, корейский родной Титанка. Корейский шина өте жақсы. Қараңыздар, қабат ауыспаған, оригинал. Мына жақтарда да шешілмеген, төмен жақтарда шешілмеген. Мына жақтарда шешілмеген, ауыспаған. Яғни, ал турбо GDI мотор. Жап жаңа, тап-таза, керемет. 2018 жылға машина авария болмаса, сарылмаса, оның қай жері құрып кетуі мүмкін. Суға түспесе мысалы. Ондай жоқ. Сіздер уайымдамаңыздар, әр машинаның өзінің историясы бар Кореяда. 120, 110, 130, 90, 100, 110, 100, 70, 100, 80, 80, зат сап қойсаңыздар болады. Керемет, арнайы кілтпен ашылады екен. 160, 110, 120, 100, 160 бағана өтірік көрсетіп қойды ме? 120, 110, 100, 120, 110, 100, 100, 100, 100, 90, 100, 110, 110, 100, 110, 110. Даже ксена стала купить. 110, не может быть. 110, 110, 120, 120. Уайымдамаңыздар, 150 болған жерді қайтадан өлшеп көреміз. 100% каскіден нәрсені сіздер білу керексіздер. 100, 90. Мінекей керемет каскіленбеген, замена болмаған, авария болмаған осындай машинаны сіздерге қанша болатын бағасын астына описанияға жазып қоямыз.